Санды енгізу және шығару. Ввод и вывод чисел. Input and output of numbers. Сендер бұған дейін print функциясының программада пайдаланып көрдіңдер. Print функциясы мәліметтерді экранға шығару функциясы екенін білеміз. Енді запуске беріп, тағда бір нәтижесін көрейік. Сақтап аламыз рабочий столда. Нәтижесі, яғни принттің ішіндегі жақшаға, яғни функцияға қандай да бір мәнді жазатын болсақ, сол мән осы жерде шығатын болады. Егер сөз, текст жазатын болса, онда тырнақшаның ішіне алып жазамыз. Ал сан немесе формула жүретін болса, яғни қосынды бөлу, онда осылай жақшаның ішіне жазып өтетін боламыз. Бұда мәліметтер кез келген түрде болуы мүмкін. Сонымен қатар мәліметтердің саны да әртүрлі болуы мүмкін. Тепте сыға біз қандай да бір мәнді беріп, сының мәні 1-ге тең деп, және 1 1-ге тең, 2 2-ге тең, 3 3-ге тең. Соңғы нәтижесіне print бізде 1 2 3-дің нәтижесін шығар деп тұр. Запуске береміз, сақтап алдық, бізде с тең 1-ге, және 1 2 3 деп мәндері шығып тұр. Яғни функцияның аргументтері жақшадағы үтірлермен бөлінген. Экранға шыққанда үтірлердің орнына мәндер бос орынмен бөлінеді. Яғни мына жерде print 1-нен кейін үтір, 2-ден кейін үтір тұрса, запуске берген кезде орталары бос орынмен берілетін, яғни бөлінетін болады. Егер өтетін болсам, егер өрнек жақшаның ішінде болса, онда ол алдымен орындалады. Содан кейін print жақша ішіндегі осы өрнектің нәтижесін көрсетеді. Запуске берейік. Яғни сәлем достым, жақшаның ішіндегі өрнекті орындап бер. Одан кейін жақшаның ішіндегі әрекетті орындап, одан кейін барып келесі әрекетті орындап, соңындағы общий жақшаның ішіндегі мәнді шығарып берді. Print функциясына қосымша параметрлер де қамтамасыз етілген. Мысалы, сеп параметрі арқылы жолдардың ортасына сызықша немесе дроптарды орналастырып, яғни бөліп қоюға болады. Екі жолдың ортасын бөліп қоюға болады. Запуске берейік. Запуске бергенде міне мына жолға сепке ортасына сызықша орнатайық деді. Міне дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбінің ортасына сызықша орнат. Және 1, 2, 3 деген сандардың ортасына бізге дроп белгісін қойып берді. Мысалға мына жерді плюс деп өзгертсек, немесе мына жерді теңдік белгісімен өзгертетін болса, дәл 1, 2, 3-тің ортасына теңдік белгісі, және мына күн, апта күндердің ортасына плюс таңбасы қойылатын болады. Запуске береміз. Міне көз алдарыңызда, яғни 7 күн, аптаның 7 күннің ортасына плюс таңбасы, және 1, 2, 3 сандарының ортасына теңдік белгісі қойды. Ол дегеніміз, қандай да бір екі сан немесе сөздердің ортасындағы бос орынға белгіні орнату сеп параметрінің қызметі. Программасына пернетақтада мәліметтерді енгізуге input функциясы жауап береді. Бұл функция шақырылған кезде программа орындалуын тоқтатады және пайдаланушының мәтін енгізуін күтеді. Яғни input деген жерде бізде мәтін енгізуіміз қажет. Осыдан кейін ол enter пернесін басқанда input функциясы енгізілген мәтінді алып, оны өз алгоритмдері бойынша өңдейтін программаға жібереді. Яғни біз inputқа мән бергеннен кейін формула бойынша есептеп бізге нәтижесін береді. Немесе қандай да бір сөз енгізсек, соны қосып бізге соңғы нәтижесін көрсететін болады. Запуске жібереміз. Жіберген кезде бізден сұрап тұр, сенің атың кім? Яғни print, сенің атың кім деген сөз шықты. Мына жерге мысалы мен Алмас деп жазатын болсам, Алмас. Алмас. Алмас деген сөзден кейін мен enter пернесін басам. Сәлеметсің бе? Алмас деп маған жауап берді. Себебі сәлеметсің бе? Одан кейін плюс
ныйым деген сөз шығару керек. Ныйымде мен ныйымге алмас деген сөзді бердім де. Содан кейін бар плюс леп белгісін шығар деп тұр. Түсінікті ғой да сіздерге? Сәлеметсің бе? Ныйымның орнына, яғни input мен енгізген алмас деген сөз шығып тұр. Және леп белгісі шығып тұр.